Ауыл кешке қарай ерекше тынышталып кетеді. Күн батқан соң көшелер бос қалады. Алыстан тек иттердің үргені мен желдің дыбысы естіледі. Сол кеште Айдана кітапханадан шығып келе жатқан. Қолында бірнеше кітап, иығында сөмке. Ол жолдың қысқа бағытымен ауылдың шет жағындағы көшеге бұрылды. Көшеде шам аз. Қараңғы қоюланып тұрған. Айдана асықпай келе жатқанда арт жағынан көліктің жарығы түсті. Ескі қара джип қасына келіп тоқтады. Терезе төмен түсті. «Әй, Айдана, тоқтай тұршы», деді көліктегі жігіттердің бірі. Айдана олардың кім екенін бірден таныды. Ауылдағы аты шулы 3 жігіт. Көбіне түнде жүретін, көп адам оларға жоламайтын. «Маған жол беріңдер», деді Айдана қысқа ғана. Жігіттердің бірі күліп жіберді. «Біз жай сөйлескіміз келді ғой. Сөйлесетін ештеңе жоқ», деді Айдана. Ол өтіп кетпек болды. Бірақ олардың бірі көліктен түсіп жолын бөгеді. «Қайда асығып бара жатырсың? Түн енді басталды». Айдана бір қадам артқа шегінді. «Жол беріңдер», дедім. Жігіттердің бірі мысқылдап: «Мынаның мінезін қарашы. Біз тек көңіл көтерейік деп тұрмыз». Айдана ашуланып кетті. «Мен сендермен ешқайда бармаймын». Ол бұрылып кетпек болды. Бірақ олардың бірі қолынан ұстап алды. Айдана бірден жұлып алды. «Тиіспе». Оның дауысы қатты шықты. «Айқайлама», деді екіншісі суық үнмен. «Мұнда сені ешкім естімейді». Айдана қорыққанымен берілуге дайын емес еді. «Мен полицияға барамын». Жігіттердің бірі күліп жіберді. «Бар, бірақ кімге сенеді деп ойлайсың?» Айдана ашумен оны итеріп жіберді. «Жол беріңдер». Бірақ олар оны қоршап алды. Айдана қарсыласты. Қолымен итеріп қашуға тырысты. Бір сәтте ол босап шығып жүгіріп кетпек болды. Бірақ олардың бірі оны ұстап алды. «Қашпа». Айдана бар күшін салып күресті. «Жіберіңдер мені». Түн тыныш еді. Жел ғана гүлдеп тұрды. Таңға жақын ауылдың шетіндегі жолмен бір қыз әрең жүріп келе жатты. Бұл Айдана еді. Көзі жасқа толы, жүзі ағарып кеткен. Ол үйінің есігін ақырын қақты. Есікті анасы ашты. Айдананы көргенде бәрін бірден түсінді. «Айдана, не болды?» Қыз жауап бере алмады. Ол жай ғана жылап жіберді. Келесі күні олар полицияға барды. Бірақ бәрі ойлағандай болған жоқ. Тергеуші қағаздарды қарап отырып: «Дәлелдер жоқ», деді салқын үнмен. Айдана үнсіз отырды. Ол сол кезде бір нәрсені түсінді. Бұл жерде әділдік болмайды. Бір аптадан кейін Айдана ауылдан кетіп қалды. Ауыл адамдары бұл оқиғаны көп ұзамай ұмытты. Бірақ Айдана ұмытқан жоқ. Сол түн оның өмірін өзгертті. Және бір күні ол қайта оралады. Ал сол кезде қара түннің жоспары басталады. Ауылға күз ерте түсті. Аспан сұрланып, кештер ұзара бастаған. Көшелер баяғыдай тыныш, бірақ бұл тыныштықтың астарында бір ауырлық жатқандай еді. Сол күні аудандық бөлімге жаңа тергеуші келді. Қара пальто киген, шашын жинап қойған, жүзі суық, көзі өткір жас әйел есіктен кіргенде кезекші орнынан тұрып амандасты. «Сәлеметсіз бе? Сіз жаңа қызметкерсіз бе?» «Иә», деді ол құжаттарын ұсынып. Айдана сәрсен қызы. Ешкім оның бұл ауылға не үшін келгенін білмеді. Құжат жүзінде бәрі таза еді. Жаңа тергеуші, жаңа орын, жаңа бастау. Бірақ Айдана үшін бұл жаңа бастау емес еді. Бұл аяқталмай қалған істің жалғасы болатын. Бөлімнің ішіндегі ескі архив бөлмесі баяғы қалпында тұр екен. Шаң басқан сөрелер, сарғайған папкалар, тозған иіс. Айдана жалғыз өзі ішке кіріп, есікті іштен жапты. Ол асықпады. Сөрелерді біртіндеп қарап шықты. Саусақтары папкалардың сыртын баяу сипап өтті. Ақыры керегін тапты. 2015 жыл. Қылмыс дәлелденбеді. Ол папканы қолына алып үстелге қойды. Ашты, ішінде хаттамалар, бос сөздер, жалған түсініктемелер, қолдан жабылған белгілер. Бәрі есінде еді. Ол қағаздарға емес, сол түнге қарап отырғандай болды. Жол, қара джип, мазақ қылған күлкі, үмітсіздік. Айдана көзін жұмды да бір терең дем алды.
Бұл жолы сендер құтылмайсыңдар, деді ақырын. Сол күні кешке ауылдың ортасындағы үлкен дәмханада 3 еркек отырды. Жас кезде бір-бірінен айырылмайтын олар қазірде араласып тұратын. Тек енді бәрі өзгерген. Біреуінің қарны шыққан, біреуінің бетіне менмендік қатқан. Біреу форма. Біріншісі Нұрбол. Қазір құрылыс компаниясын жүргізеді. Ақшасы бар, сөзі өтеді. Екіншісі Асқар, әкімдікте істейді. Халықтың алдында мәдениетті, артында басқа адам. Үшіншісі Медет, полицияда қызметкер. Өзінен төмендердің бәріне өктем сөйлейді. Үшеуі үстел басында шай ішіп отырды. Естідіңдер ме? Деді Асқар, біз жаққа жаңа тергеуші келіпті. Келе берсін, деді Нұрбол иығын көтеріп. Біреу кетеді, біреу келе. Медет мысқылдап күлді. Тергеуші көп қой. Бәрібір дей. Әйел дейді ғой, деді Асқар. Әйел болса ше, деді Медет, мұнда бәрін біз білеміз. Нұрбол терезеге қарап отырып қалды. Қалай десек те, заман басқа. Бұрынғыдай емес. Сен неге мазасызданып отырсың? Деді Асқар күліп. Әлде ескі бір нәрсе есіңе түсіп кетті ме? Медет оның сөзін қағып алды. Оны қоя тұр. Қанша жыл өтті? Ешкім ештеңе дәлелдей алған жоқ. Бір сәт үнсіздік орнады. Нұрбол кесесін үстелге қаттырақ қойды. Өткенді қазбалаудың керегі жоқ. Асқар жымиып қойды. Иә, дұрыс. Кейбір түндер ұмытылғаны жақсы. Олар бұл сөздің өздеріне үкім болып оралатынын әлі білген жоқ. Айдана ауылдың сыртындағы ескі үйге орналасты. Бұл үй баяғыда нағашы әжесінің үйі еді. Көп жылдан бері бос тұрған. Үй іші суық, бірақ жинақы. Терезенің жанында бір үстел үстінде ноутбук, қағаздар, бірнеше фото, аудан картасы жатыр. Қабырғаға 3 адамның суреті ілінген. Нұрбол, Асқар, Медет. Әр суреттің астында жазулар бар. Әлсіз тұсы, қорқынышы, әдеті, байланыстары. Айдана ұзақ жыл бойы тек аман қалу үшін өмір сүрмеді. Ол оқыды. Заңды үйренді. Тергеуді үйренді. Адамдардың өтірігін бетіне қарамай тануды үйренді. Ең бастысы, күте білуді үйренді. Ол кетке ашумен емес, есеппен келген еді. Үстел үстінде тағы бір папка жатты. Бетінде бір ғана сөз. Бірінші. Айдана оны ашты. Ішінен Нұрболға қатысты құжаттар шықты. Салықтан жалтару, жалған құжат, заңсыз құрылыс, қорқытып тартып алу. Соңғы бірнеше жылда ол өзін таза кәсіпкер етіп көрсеткенімен, шын мәнінде лас істерге белшесінен батқан еді. Айдана оның әлсіз жерін жақсы білген. Нұрбол өз беделінен айырылудан қатты қорқатын. Сен бірінші боласың, деді Айдана суретке қарап. Ертеңінде таңертең бөлімге бір әйел келді. Жасы 50-ге таяған, жүзі шаршаңқы. Тергеуші қыз, сізбен сөйлесуге бола ма? Деді ол. Отырыңыз, деді Айдана. Әйел сөмкесінен бірнеше қағаз шығарды. Менің інім Нұрболдың құрылысында жұмыс істеген. Ақшасын толық бермеді. Қорқытты, барсақ ешкім тыңдамайды. Өзіне жаман болады дейді. Айдана қағаздарды мұқият қарап шықты. Бұрын арыз жаздыңыз ба? Жаздық, бірақ жоғалып кетті. Айдана басын көтеріп әйелге тіке қарады. Бұл жолы жоғалмайды. Әйел алғаш рет сенгендей болды. Шынымен көмектесесіз бе? Иә, деді Айдана, бірақ сіз де қорықпауыңыз керек. Әйелдің көзіне жас келді. Қорыққаннан үндемей келдік қой. Айдана оның сөзін бөлмеді. Себебі ол бұл қорқынышты жақсы білетін. Кешке Нұрбол үйіне кеш оралды. Үлкен қақпалы, биік дуалмен қоршалған үй. Сырт көзге бәрі мінсіз. Бірақ сол түні бір нәрсе өзгерді. Ол жұмыс бөлмесіне кіріп, шамды жаққанда үстелінің үстінде жатқан бір суретті көрді. Суретте ескі қара жол тұр. Түн, және артқы жағында бір ғана сөйлем жазылған. Кейбір түндер ұмытылмайды. Нұрболдың өңі қашып кетті. Ол суретті аударып төңкеріп қарады. Ешқандай қолтаңба жоқ. Ешқандай белгі жоқ. Тек сол сөз. Ол дереу телефонын алып Асқарға қоңырау шалды.
Қазір сөйлесуіміз керек. Не боп қалды? Деді Асқардың ұйқылы даусы. Біреу ойнап жүр. Не айтып тұрсың? Біреу біз туралы біледі. Телефонның ар жағында үнсіздік орнады. Содан кейін Асқардың даусы қатайды. Сабыр сақта. Медетке хабарлас. Бұл жай нәрсе емес, деді Нұрбол сыбырлай. Ол түн есіме түсті. Асқар ашуланып кетті. Телефонмен ондайды айтпа. Қоңырау үзіліп кетті. Нұрбол бөлменің ішіне қарады. Тыныш, бірақ енді бұл тыныштық қорқынышты еді. Сол түні ауыл шетіндегі ескі көпірдің жанынан бір көлік табылды. Көліктің есігі ашық, шамы жанып тұр. Бірақ ішінде ешкім жоқ. Бұл Нұрболдың көлігі еді. Хабар бөлімге түн ортасында жетті. Айдана мен Медет оқиға орнына бірге барды. Медет жол бойы сөйлеп келді. Мынау бір мас адамның ісі шығар. Нұрбол анда-санда ішіп алады. Айдана оған бір қарады. Ішінде адам жоқ. Есік ашық. Телефоны машинада қалған. Бұл сеніңше жай нәрсе ме? Медет сәл бөгеліп қалды. Қарап көреміз. Оқиға орнында жел қатты соғып тұрды. Көпір астында қара су ағып жатты. Айдана көліктің ішін қарап шықты. Алдыңғы орындықта тағы бір қағаз жатты. Медет оны қолына алайын деп еді, Айдана одан бұрын алды. Қағазда бір ғана жол бар. Біріншісі басталды. Медеттің түрі өзгеріп кетті. Не жазылған? Деді ол. Айдана қағазды бүктеп қойды. Әзірге ештеңе. Маған көрсетіңіз. Қызметтік дәлел, деді Айдана суық үнмен. Кейін көресің. Медет жақтырмай бұрылып кетті. Бірақ оның көзі алаңдап тұрғаны байқалды. Айдана көпірдің шетіне келіп төмен қарады. Қара су үнсіз ағып жатыр. Ол өзінің жүрек дүрсілін анық естіді. Бұл қорқыныш емес еді. Бұл ұзақ күткен сәттің келгенін сезіну еді. Бірақ ол Нұрболды өлтіруді ойлаған жоқ. Жоқ, бұл тым оңай болар еді. Оған бұдан да ауыр нәрсе керек. Қорқыныш, белгісіздік, біртіндеп күйреу. Таң ата Нұрбол табылды. Ол көпірден алыс емес, ескі қораның ішінде байлаулы күйде жатқан. Тірі, бірақ қатты шошынған. Оны бөлімге алып келгенде қолы дірілдеп тұрды. Кім істеді? Деп сұрады Медет. Нұрбол үнсіз қалды. Сені кім алып кетті? Деді Айдана. Нұрбол басын баяу көтерді. Алғаш рет оның көзі Айданамен түйісті. Сол сәтте ол қатып қалды. Таныды. Толық емес. Бірақ бірдеңені сезді. Сіз, деді ол қарлығып. Айдана жүзін өзгерткен жоқ. Иә. Айтыңыз. Нұрболдың тамағы құрғап кетті. Жоқ ештеңе. Сені кім байлады? Нұрбол ернін жалады. Білмеймін, бетін көрмедім. Не деді? Бұл жолы Нұрболдың жүзі мүлде сұрланып кетті. Тек бір сөз айтты. Қандай? Ол әрең сыбырлады. Есіңе түсір. Бөлме үшін ауыр үнсіздік басты. Айдана дәптеріне бірдеңе түртіп қойды. Сырттай сабырлы көрінгенімен ішінде мұздай бекіген бір сезім тұрды. Ол енді анық білді. Ойын басталды. Және қарсы жақ алғаш рет қорқа бастады. Сол кеште Айдана жалғыз үйіне қайтты. Үстеліне отырып қабырғадағы 3 суретке қарады. Нұрболдың суретінің бұрышына қызыл сызық қойды. Бірінші қадам аяқталды. Содан кейін Асқардың суретіне көзін тікті. Келесі сен, деді баяу. Терезенің сыртында жел гуілдеп тұрды. Ауыл ұйқыға кеткен. Бірақ бұл ұйқы енді ұзаққа созылмайтын еді. Өйткені қара түн қайта оралған. Ал бұл жолы ол үнсіз кетпейді. Өйткені Медет енді шындыққа бір қадам жақындап қалған еді. Медет архивтен шыққанда қолы сәл дірілдеп тұрды. Папканы қайта жапты. Бірақ оның ішіндегі сурет көз алдынан кетпеді. Жас қыз. Қорыққан көздер. Айдана. Демек, деп сыбырлады ол. Ол қайтып келген. Медет бөлімнің дәлізіне шықты. Терезеден сыртқа қарады. Ауыл қараңғылыққа батып тұр. Енді бәрі түсінікті болды. Нұрболдың ұрлануы, Асқардың құжаттарының таралуы. Қорқыныш.
Барлығы бір адамның жоспары. Сол қыздың. Келесі күні Медет Асқар мен Нұрболды бір жерге шақырды. Ауыл шетіндегі ескі қойма. Үшеуі сол жерде кездесті. Не болды? Деді Нұрбол мазасызданып. Неге бізді осында шақырдың? Медет ауыр дем алды. Бізді қорқытып жүрген адамды таптым. Асқар бірден сұрады. Кім? Медет олардың көзіне қарады. Естеріңде ме 10 жыл бұрынғы қыз? Бөлме іші бірден салқындап кеткендей болды. Нұрбол бірден басын шайқады. Жоқ, мүмкін емес. Ол өлген жоқ, деді Медет, ол тірі. Асқардың өңі қашып кетті. Сен не айтып тұрсың? Жаңа тергеуші. Нұрбол мен Асқар бір-біріне қарады. Айдана, деді Медет, бұл сол қыз. Ұзақ үнсіздік орнады. Асқар бірінші болып сөйледі. Сонда ол бізден кек алып жүрме? Иә. Нұрбол ашуланып кетті. Онда неге біз оны тоқтатпаймыз? Қалай? Деді Медет, ол енді заңның ішінде. Асқар ойланып қалды. Бізге сөйлесу керек. Кіммен? Онымен. Сол түні Айданаға хабар келді. Ескі қоймаға кел. Жалғыз. Айдана хабарламаны ұзақ қарап отырды. Ол мұндай сәттің келетінін бұрыннан білген. Үстел үстіндегі 3 суретке тағы бір рет қарады. Сосын орнынан тұрды. Уақыты келді. Ескі қойма іші қараңғы еді. Айдана есікті ашып кіргенде 3 еркек оны күтіп тұрды. Нұрбол, Асқар, Медет. Олар алғаш рет оған толық қарап тұрды. Асқар баяу сөйледі. Сен сол қызсың. Айдана үнсіз қалды. Нұрбол ашумен. Неге мұның бәрін істеп жүрсің? Айдана оған жай ғана қарады. Сен шынымен түсінбей тұрсың ба? Медет ауыр дем алды. Біз қателестік. Айдана басын сәл қисайтты. Қателестік пе? Асқар сөзін жалғастырды. Ол кезде біз жас едік. Ақылсыз едік. Айдананың көзі бір сәтке қатайып кетті. Ал менше? Бөлме іші үнсіз қалды. Менің өмірім не болды деп ойлайсыңдар? Ешкім жауап бере алмады. Айдана баяу жалғастырды. Сол түннен кейін мен бәрін жоғалттым. Достарымды, болашағымды, өзімді. Нұрбол көзін төмен түсірді. Біз кешірім сұраймыз. Айдана күліп жіберді. Бірақ бұл күлкіде қуаныш жоқ еді. Кешірім. Ол бір қадам алға басты. 10 жыл бойы мен сол түнді қайта-қайта есіме түсіріп өмір сүрдім. Асқар сыбырлап, сонда сен бізді өлтірмекшісің бе? Айдана басын шайқады. Жоқ, бұл жауап оларды таңғалдырды. Өлім тым оңай жаза. Ол қалтасынан телефон шығарды. Мен сендерді өлтірмеймін. Телефонның экранын қосты. Бірақ сендердің өмірлерің осы түннен кейін ешқашан бұрынғыдай болмайды. Медет түсіне бастады. Не істедің? Айдана экранды көрсетті. Тікелей эфир. Онда бәрі жазылып тұр. Олардың сөздері, кінәлары, барлығы. Бұл, деді Нұрбол қорқып. Өшір. Кеш. Айдана телефонды сөндірді. Бүкіл аудан көрді. Асқар қабырғаға сүйеніп қалды. Біз біттік. Айдана есікке қарай жүрді. Нұрбол айқайлап жіберді. Сен де тыныш өмір сүре алмайсың. Айдана тоқтады. Бірақ артына қарамады. Мен онсыз да тыныш өмір сүріп жүрген жоқпын. Сосын ол есікті ашып сыртқа шықты. Бірнеше аптадан кейін ауыл өзгеріп кетті. Нұрболдың компаниясына тергеу басталды. Асқар қызметінен алынды. Медет жұмыстан шығарылды. Олардың бұрынғы беделі жоғалды. Ал адамдар ақыры сол түн туралы шындықты білді. Күздің бір күні Айдана ауылдан кетіп бара жатты. Ол соңғы рет артқа қарады. Бұл ауыл оның өміріндегі ең қараңғы естелікті сақтап қалды. Бірақ енді ол қорықпайтын. Кек оны жеңілдетпеді. Бірақ ол үнсіз қалмағанына өкінбеді. Айдана көлікке отырды. Жол алға созылып жатты. Ал артта қалған ауылда адамдар енді бір нәрсені түсінді. Кейбір түндер шынымен де ұмытылмайды. Және бір күні олар үшін жауап беруге тура келеді.